Бүгін тұрғындар облыстық Нұр Отан партиясының төрағасы аймақ басшысы Алик Айдарбаевқа шағымдарын жеткізді. Азаматтар түрлі өтінішпен келді. Жеке мәселелердің жүйелі шешілуі үшін облыс әкімі басшылық еткен қоғамдық қабылдау құрамында құқық қорғау органдары, аудан қала әкімдігінің өкілдері болды. Яғни толғандырған сауалдарға қатысты құзырлы тұлғалар сол мезетте-ақ жауабын беріп отырды. Қабылдауда алғаш боп Жолмұрат Сейітовтің мәселесі қаралды. Ол Өзбекстаннан келген қандастарымыздың азаматтық алу жайы қиын екенін жеткізді. Сондықтан өңірімізде Өзбекстан елшілігінің филиалы ашылса деген ұсынысы бар. Себебі елшіліктің консулдығы тек Алматы қаласында. Бір анықтама үшін ұзақ жол жүру оңай болмай тұр. Облысына ашуға сіздің көмегіңізбен қарастырылса, көшіп келген бауырларымызға үлкен көмек болар еді. Біздің өңірімізде қанша адамға сондай қызмет керегін анықтап, бізде өзіміз біздің өкіметке шығайық. Біздің сыртқы істер министрлігіне. Одан кейін республика, Өзбекстан республикасының өкіметімен кездесіп, келіссөздер дайындау керек деп есептеймін. Сондықтан оны сіздің арызыңызды қабылдайық. Мен тапсырма берейін. Ал Айдана Мәлік қызы 5 жылға несиеге алған көлігінің шығынын кім төлейді деп шағымданып отыр. Ол осы жылдың шілде айында жол апатына тап болады. Бағдаршамда тұрған Айдананың көлігінің артынан Мазда машинасы келіп соғады. Оқиға орнына келген жол сақшысы әділетсіздік жасады дейді шағымданушы. Мен сол жерде тұрдым. Водитель кетіп қалып, машина жүргізуші. Алдынан Нексияны жүргізуші екенін тұрдық сол жерде. Гаи күттік. Сіздің енді не мәселе? Артынан расследование дұрыс жасады ма? Жасады. Тартты ма, ана жауапқа тартты ма өкісіні? Жауапқа тартқанда оны кеше адам суд болғанда оны таласын тек 6 жылға несе ешетеп. Машинамды өндірмейді, ол кредитте тұрған машина. Мәселе жиынға қатысушыларға таныс болып шықты. Осыған қатысты құзырлы органның тексерісі де жүрген. Бірақ шағымданушы көрсеткен жол көлік оқиғасына қатысты заңсыздық орын алғандығын айтады. Сондықтан оқиғаға қатысты шығарылған шешіммен келіспейтіндігін жеткізді. Бұлда қайбаланбасын, мен әлде қызым сауға алам екен. Сатырым деп неге менің қызыма көмектеспейді, ал маса адамға көмектеседі ол жерден кетуге. Ол қылмыскер ғой, ішіп алған. Среди белого дня. Қылмыскер, я? Это суд решал его лишить? Суд решил. Он без прав ехал. Без водительского, 3 статьи там, без водительского удостоверения. Это что-то мягкое наказание. Суд решает, это сам. Нет, сотрудник ваш почему не помогает моей дочери? А он побежал туда за ним. Осылайша жоғарыда айтылған шағыммен аймақ басшысы толықтай танысып шықты. Содан соң жауапты мекемелерге нақты тапсырма жүктеп, шағымданушыға өз жауабын жеткізді. Мы вас настоятельно просим, чтобы вы не защищали там своих. Мен ішкі істер департаментінің басшысы сізден жауап күтетін боламын. Бармақ басты көз қысты әрекетке жол берілмеу керек. Бәрі заң жүзінде шешімін табуы керек. Біз мұндай отырысты Нұр Отанда күнде өткізіп жатқанымыз жоқ. Тұрғындармен күнде тілдесіп жатқанымыз жоқ. Бірақ шынымен де кім қалай ақталса да бұл жерде бар шындық бейнежазбада анық көрсетіліп тұр. Жол сақшысы жүргізушінің қасына барды да жібере салды. Мен сізге тапсырамын, қызметтік тексеріс жасаңыз. Жауапты адам жазалансын. Өз әріптестеріңізді жақтау деген болмасын. Істің анық қанығына көз жеткізіп, шағымданушыны таныстырыңыздар. Келесі қабылдауда осы жайында толық жауап күтемін. Бұдан бөлек жиында бірнеше ай бұрын облыс әкімнің жеке қабылдауында қаралған тағы 2 мәселе сөз болды. Оның бірі тұрғын үй салатын жер теліміне электр трансформаторының заңсыз орнатылғандығы. Бүгін мәселе өз шешімін тапты. Соңында қоғамдық қабылдауда қаралған мәселелердің орындалу барысы қадағаланып отырады деді Алик Айдарбаев. Гүлайна Мерген, Бейбіт Нұрсейіт, жаңалықтар.